Сәлем достар, 8 наурызға байланысты крабовый салатымызды дайындадық. Соңына дейін видеомды көріңіздер. Тамаша рецепт ұсынамын. Жұмыртқамызды асамыз. 1 кесе күрішімізді жуып аламыз да, оған 2 кесе су құйып, қайнатуға қоямыз. Күріштің пропорциясы 1:2. Тұздаймыз. Қайнаған соң, астын басып, бетін жауып, пісіріп аламыз. Міне күрішіміз дайын, енді бетін жауып, буына қоямыз. Краб таяқшаларымызды дайындап турап аламыз. Ұсақтап тураймыз. Қызанақтарымызды дайындап аламыз және ішіндегі жұмсағынан ажыратамыз. Не осылайша ажыратамыз. Жұмыртқамызды және басқа да өнімдерімізді турап болған соң, барлығын араластыруға кірісеміз. Маған тек жарты банка жүгері қажет болды, шырынымен бірге. Қара бұрыш салып, майонезімізді құйып алдым. Мен қосымша тұз салмадым. Тұзы жеткіліктей болды. Бірақ сіздер дәміне қарай қосасыздар. Әуелгіде күрішімді ғана қайнау барысында тұздаған түгінмін. Енді салатымызды холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Сөгісе дәмі де кіре береді. Күшті болады. Әсем дейміз. Дастарханымызға дайын.